95-тен үлкен болатын ең кіші тақсан. 95-тен үлкен сандар ол 96-97 деп кете береді. Олардың ең кішісі 96, бірақ ол жұп. Маған тақсан керек, яғни 97. Мына бағаның 97 мәні. 98-ден кіші болатын ең үлкен жұп сан. 98-ден кіші сандар 97, 96. Олардың ең үлкені 97, бірақ ол тақ, маған жұп керек, сондықтан 96 болады. Яғни А бағаны үлкен. 28 саны қай санның 35%-ын құрайды? Бір сан бар, соның 35%-ы 28. Демек, ол санды 100-ден 35-ке көбейтсеңіз, 28 шығады. Онда 28-ді 35-тен 100-ге көбейтеміз. Мына жерде 36 саны қай санның 45%-ын құрайды? Дәл мына жолмен 36-ны көбейтеміз 45-тен 100-ге. Қысқартыңыз. Мына екі жағында 100 деген сандары бірдей. Яғни біз мына 28 бөлі 35, немесе 36 бөлі 45 салыстырсақ жеткілікті. 28-ден 35 7-ге қысқарады, 4 бөлінген 5 қалады. 36-ның 49 9-ға қысқарады, 4 бөлінген 5 қалады. Яғни мұнда да 4 бөлі 5, мұнда да 4 бөлі 5. Екеуі бірдей, сондықтан жауап С. Ең үлкен ортақ бөлгіш. Мына екі санның ең үлкен ортақ бөлгіші 23. Өйткені 23 тек қана 23-ке бөлінеді, және 1-ге бөлінеді. 92 23-ке бөлінсе, онда бұл екеуінің ең үлкен ортақ бөлгіші 23 екенін түсінікті болады. 92 23-ке бөлінеді, 4 шығады. 23 4-ке бөлсеңіз 92. Ең кіші ортақ еселік. 6-ға да 8-ге де бөлінетін ең бірінші сан ол 24. 24 6-ға бөлінеді, 4 болады. 24 8-ге бөлінеді, 3 болады. Бірақ бұдан кем сан 6-ға да 8-ге қатарынан бөлінбейді. Б жағындағы үлкен, сондықтан жауап Б болады. Жүк машинасы 6 сағатта өтетін жолды жеңіл машина 5 сағатта өтеді. Егер екеуінің жылдамдықтарының айырмашылығы 21 км/сағат болса, айтылған жолды табыңыз. Жүк машинасы 6 сағатта өтетін жол деген сөз, жүк машинасының жылдамдығын көбейтеміз 6-ға. Өйткені жол ол жылдамдық көбейтілген уақыт. Ал жеңіл машинасының жылдамдығы деген сөз, жеңіл машинасының жылдамдығын көбейтеміз 5-ке. Сол кезде екеуі бірдей. Өйткені сол жолды мынау да өтеді дейді. Жылдамдықтардың айырмашылығы 21 км/сағат. Яғни тез жүретін жеңіл машина, мынау жай жүреді жүк машина X. Оныкі X десек, мынаныкі 21-ге артық. X қосу 21. Айырмашылығы өткен 21 болу керек. Сол кезде бұл есепте мына жақшаны ашыңыз. 5x-қа 5x, оны былай 6x қарай жіберіңіз. 6x-тан 5x азылады, жай x қалады. X тең 5-ті 21-ге 105. X деген ол жылдамдық, яғни 105 км сағатына. Бізде айтылған жолды табыңыз дейді. 105-ті 6-ға өтіңіз, 630 шығады, амында 310 км. Сондықтан мынау үлкен. Жауап А. Ары қарай. Мынаны есептеу керек. Бұндай есептерді есептегенде жақшыларды ашып, әрқайсына көбейту керек. Бірақ мен А-ларды бір бөлек жинап алам, Б-ларды бір бөлек жинап алам, сандарды бір бөлек жинап алам. Енді қараңыз, -2-ні 3-аға -6А, есе сақтаймыз, -6А, және мынаны да А-сын іздеймін. Міне 4А, бір жарымға көзіңіз, +6А. А мен А жойылады сол кезде. Алар жоқ болып кетті. Енді, -2-ні 4 жарымға көбейтсек, -9Б. Бір жарымды 6Б-ға көбейтсек, +9Б. Б-лар да жойылып кетті. Енді сандар қалды. -2, -2,3-ке +4,6. Өйткені минус минус плюс болады көбейтілгенде. 1,5-ті 1,6-ға көбейтем. Санды бір жарымға көбейту, сол санның өзін және жартысын алу. Өйткені міне 1 және жарты. 1,6-ның өзі және жартысы 0,8-ді қоссаңыз 2,4. Осы екі санды қоссаңыз 7 шығады. А бағаны Б бағаны есептейік. -3-ті 4-аға -12А, -2 жарымды 4,8-аға тағы да минус қанша шығады? 9,6 және 2,4 -12А болады. Мынау да -12А, мынау да -12А. Демек -24А. Әріп қалып қойды. Мынау сан, мұнда әріпі бәрі өрнек. Оларды салыстыра алмаймыз. Өйткені мына әріптің мәніне байланысты оның мәні өзгеріп отырады. Дұрыс па? Сондықтан бұл есепті шығару үшін нақты шарт жеткіліксіз. А-ның мәні жоқ. Сондықтан біз Д деп белгілейміз. Ары қарай жалғастырмаймын. Қарап отырсыз ба? Мына жерде қысқарту орындау керек. Бірден 17 мен 51 мұнда 3 қалады. 24 3-ке бөлінеді 8 қалады. 3 15 мұнда 5 қалады. 8-де 5-ке 40, 40-ты 20 бөлсек мұнда 2 деген сан қалады. Мынаны қараңызшы. Мынарда 18 мен 54 3 қалады. Өткен 54 18 бөлсек 3. 3-ді күшім, бұлай жасайық. 45 мен 30 15-ке қысқартайық. Мұнда 2, мұнда 3 пен 3 кетті. 12, амнарда 3-дегі 6. 12-ні 6 болсақ 2. 2 мен 2 бірдей, сондықтан бұл жерде С 2 жақ бірдей болғандықтан.
Келесі өлшемдері мынандай болатын параллелепипедтің көлемі. Параллелепипед деген сөз мына кірпіш тәрізді фигура, аквариум немесе. Оның үш өлшемі бар: ұзындығы, ені, биіктігі. Үш түрлі: дециметр, сантиметр, миллиметр. Барлығын сантиметрмен алайық. 25 сантиметр, бұлай 25 болсын, бұлай 16 болсын, бұлай 50 сантиметр болады. Яғни бұның көлемі дейді, сол үш өлшем көбейтінше 25 көбейту 16 көбейтілген 50. Қыры 2,7 дециметр деген сөз 27 сантиметр. Текше деген сөз куб. Яғни оның ұзындығы, ені барлығы бірдей. Бұлай да 27, бұлай да 27, бұлай да 27. Сонда бұның көлемі 27 көбейту 27 көбейту 27. Сол кезде мына үшеуін көбейтіп, мына үшеуін көбейтіп салыстыру керекпіз. 16-ны 25-ке, 16-ны 4-ке бөлсек 4 па? 400. 400-ді 4-ті 5-ке 2, 0, 20. Мына 3 0-мен 20 мың сантиметр куб. Мына жақтың көлемі. Мына жерде 27-ні 27-ге көбейтейік. 729, оны тағы да 27-ге көбейтейік. Бұл 20 мыңға жетпеу керек. Тез бұлай есептейік. 729 көбейтеміз 27-ге. 19 мың. Мында 20 мың. Сондықтан бер жағы үлкен, жауап А.